Роза қанша жыл Нұрболмен оттасса да, сәбиді сүю арманы болып жүрді. Бірақ Алланың қалауы шығар. Барлық балшы бұрқыраған дәрігерлердің есігін тоздырса да ешқандай нәтиже болмады. Сөйтіп жүргенде 7 жылдың қалай өтіп кеткенде байқамайда қалыпты. Бір күні таңертең Роза Нұрболды жұмысына шығарып салып көп ойланды. Ақыры кешке келе салысымен ойын айтып ақылдасуды жөн көрді. Сағат санап, кешті батыра алмай, Нұрболды тағатсыздана күтті. Әне-міне дегенше кеште батып, бар ықыласымен Нұрболдың көңілін аулау үшін тәтті тағамын дайындап, жылы жүзімен қарсы алды. Үстел басына отырып тамақтарын ішіп отырған сәтте Нұрболдың ойында еш нәрсе жоқ. Ал Розаның іші алай-дүлей болып, қалай сөз бастарын білмеді. Жаным, саған айтар жаңалығым бар еді. Кешке дейін көп ойланып, өзіңмен ақылдасуды жөн көрдім. Екеуміз үмітімізді үзбей, кішкентай шақалақты күтіп жүргенімізге міне 7 жылда толыпты. Осылай жүре береміз бе? Асырап алып бауырымызға бассақ қайтеді деп еді. Сөзін аяғына дейін тыңдамай орнынан Нұрбол атып тұрып: Жоқ олай болмайды. Үмітіңді үзбе. Бізде әлі-ақ бәрі жақсы болады. Тек сенші деп орнынан тұрып кетті. Розаның көңілі су сепкендей басылып, көзі мөлтілдеп қала берді. Сол түні Розаның ұйқысы қашып, түні бойы қалайда көндіремін деп жатып, таңын қалай атқанды байқамай қалыпты. Нұрболға таңғы асын беріп отырып, тағы айтып көріп еді. Естімеген сыңай танытып тұрып, жұмысына шығып кетті. Роза болса көзіне жас алып қала берді. Нұрбол кешке жұмысынан оралған кезде күндегі бұрқыраған тамақтың иісі сезілмей, адам жоқ үйге ұқсап, үй іші тып-тыныш. Жатын бөлмеге кірсе, Роза бүк түсіп жатыр екен. Розаға қарап ұзақ ойланып тұрды да, қасына жақындап келіп, Роза деп айтқаны сол еді. Ойға шомып жатқан Роза селк ете қалды. Келдің бе? Суық жауап беріп, ақырын ас үйге қарай аяңдады. Роза ас үйге келді де, еш нәрсеге зауқы соқпаса да тамақ жасау міндет санап, өзі не жасап жатқанын түсінбесе де тез-тез бір нәрсені быжырлатып қуырып жіберіп, Нұрболды шақырды. Әншейінде ананы, мынаны айтып сөйлеп отыратын Розада үн жоқ. Нұрбол болса біраз үнсіз отырды да: Роза, мен де көп ойландым. Сенің шешіміңмен келісуді жөн көрдім. Ертеңнен қалмай құжаттар жинап, кезекке тұра беруіңе болады. Бірақ оның ата-анасы қандай адамдар болғаны мені қынжылтады. Ол өскенде оларға ұқсап бізді жерге қаратпасына кім кепіл дегені сол еді. Жоқ, олай деме. Жақсы сөз, жарым ырыс, бәрі жақсы болатыны сенші, көресің әлі-ақ деді. Розаның бар ойы өткенде бір келіншектен естігені бар еді. Асырап алған көп ананың ана махаббат оянып, өзі аяғы ауырлап қалуы да ғажап емес деген ой көкейін тесіп бара жатыр еді. Таң атысымен тез-тез отағасын жұмысына шығара сала, балалар үйіне қарай бет алды. Ол ойлағандай оңай болып шыққан жоқ. Біраз күн жүгіріп, барлық керекті құжаттарын өткізіп қойып, кезекті күтіп жүрді. Арада 3 ай өткенде Розаның телефонына қоңырау шалып, кезегіңіз келді деген дауыс Розаны қуантып тастады. Қуаныштан қолдары дірілдеп, Нұрболға хабарласып, тезірек сол жақта кездесетін айтып, киініп алып, балалар үйіне қарай бет алды. Балалар үйінің алдында екеуі кездесіп, ішке қарай бет алды. Розаның қуанышында шек жоқ. Ал Нұрбол болса, іші алай-дүлей болып, тегі қандай екен деп алаңдаулы. Тек Розаның көңілі үшін барлығына келіскен еді. Асыға күткен сәбилерін, қыз баланы қолдарына алып, үйлеріне алып қалыпты. Тіпті ештеме сұрамастан ғой, қол қой деген жерін бәріне оқымастан қолдарын қойды. Роза тіпті жол бойы атында ойластырып қойған екен. Үйге келген бір шуақ болсыншы деп атын Шуақ қойды. Араға 5 жыл салып, Шуақтың туған күнін тойлатамыз деп, барлық достарын шақырып, шапқылап жүріп, Роза өзінің әлсіз болып жүргеніне ешкімге білдірмеді. Бірақ Нұрбол
барлығын сезіп ауруханаға баруды көндіріп еді, онысынан түк шықпады. Бір кезде Роза басы айналып жерге құлап қалған есінде. Ары қарай есінде түк жоқ. Оянып көзін ашса аурухана төсегінде екен. Менде бәрі жақсы, үйге кетейік деп орнынан тұра бергені сол еді. Нұрболдың көзіндегі жасты көріп шошып кетті. Ал ол қуаныштың жасы екенін де сезбеді. Сол кезде Нұрбол: жатып тынығып ал, енді саған тыныштық күтім керек деп әлек. Ештеңе түсінбеген Роза не болып қалды деп аңтаң. Ал Нұрбол болса қуанышы қойнына сыймай, біздің енді өзіміздің баламыз болады деп бастап еді. Бірден біздің өзіміздің баламыз бар, ол Шуақ деп қатты сөйлеп жіберді. Ал бұл бала екіншіміз болады, қателеспе деп жаман көзмен бір қарады. 9 ай, 9 күн өтіп, айы күні жетіп, Роза аман есен шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге әкелді. Нұрболдың қуанышына сыймай, өз ғаным, ұрпақ, жалғаушым, арманым деп атын Арман деп қойды. Арада айлар, жылдар өтіп, Арман 20-ға, ал Шуақ 25-ке толды. Розаның бұрынғыдай денсаулығы жоқ, төсек тартып жатып қалған. Ал Нұрбол жұмысынан шығып қалып, үйде жұмыссыз. Бар үйдің барлық шығыны Шуақтың мойнында еді. Шуақ барлық үйдің шығынын мойнына алып, анасын емдетуге артылған ақшасын ешкімге білдірместен жинап жүрді. Арманның оқуында төлеп, барлығына үлгеруге тырысып бақты. Ал Арман болса, ауру шешесінде ештеңені ойламастан сабаққа кеттім деп, жолдастарымен қаңғыруды әдет қылып жүрді. Үйге қонуды да азайтып, сабақты мүлдем ұмытты. Нұрбол болса істейтін іс жоқ, кешке дейін телевизор көріп, болмаса көрші қолаңмен аулада әңгіме айтып, уақытын өткізіп жүрді. Біраз уақыт жұмыстыққа үйреніп алып, жұмыс іздеуге де тырыспады. Роза қызына жаны ашып, жалғыз қалып қалар мекен, тұрмысқа шыққанын армандап жүрді. Түнімен жатса да тұрса да Шуақтың бақытын тілеп, құтты орнына қондырсам деп ойға шомып жатып ұйықтайтын. Шуақ ешкіммен кездеспек түгелі таныспайтын да. Себебі уақыты жоқ. Жұмыстан соң тура үйге қарай тартатын. Тезірек жетіп, ата-анасының тамағын дайындап, анасының көңілін аулап сырласу еді. Арман сол бойы апталап емес, енді айлап қонбауды шығарды. Сөйтіп жүріп, жаза басқанын байқамайды да қалды. Ақша іздеп, дірілдеп тұратын күйге түсті. Үйге келген кезде Шуақ күңкілдеп жүріп, киімдерін жуып, тамағын беріп, ақылын айтатын. Ал оған құлақ асып жатқан Арман болса қайда? Тек бар ойы ақшаны қайдан алсам деген арам ой еді. Бір күні Шуақ таңғы аста 4 көздері түгел кезде: мама, сізді емдетемін, біраз ақша да жинап қойдым деген сол еді. Арманның көзі жайнап кетті. Ендігі бар ойы қалайда сол ақшаны емдену еді. Шуақ пен Арман анасын Мәскеуге емдеуге жіберетін болып шешіп, барлық құжаттарын дайындап қойды да, тек дәрігердің қоңырауын күту ғана қалды. Бір күні Шуақ жұмысында отыр еді, Арман қоңырау шалып: Шуақ, маған жаңа ғана дәрігер хабарласты. Барлығы дайын, тек тез арада ақшаны аудару керек екен. Сенің қолың тимейтін шығар. Мен қазір сабақтан сұранып шықтым, бірге барайық деп өтірік сөйлеп тұрды. Әдейі Шуақтың шыға алмайтынын біліп айтқан айлас еді. Ал Шуақтың ойында ештеңе жоқ. Сен қазір тез менен ақшаны алып кетте, салып жібересің ба деп айтқаны сол еді. Арманның жүзі жайнап кетті. Күткені де осы еді. Әрине, анам үшін бәріне дайымын ғой деп Шуақты сендірді. Біраз уақыттан соң Арман қомақты ақшаны алып, баяғы жын ойнағына қарай жол тартты. Жарты сағаттан соң Шуаққа қоңырау шалып, барлығы жақсы, 10 күннен соң апам жол жүретін болды деп сендірді. Шуақ байқұс қыз бар жинап тергенің далаға кеткен қайдан білсін. Кешкісін үйіне барып Арманмен сөйлесуге асыға келіп еді. Оның әлі келмегенін естіп таңырқап қалды.
Банкке барып барлық құжаттарын өткізіп, үй кепілге қойып, Нұрлан Нұрболымыз қомақты соманы арманға ұстатты да: балам, бизнесіңді жүргіз, мен саған сенемін, менің атымды шығарасың әлі-ақ деп арқасынан қағып қойды. Бірақ арты қандай дауға апаратынды сезбеді. Розаны халі күннен күнге нашарлап бара жатқаны Шуақтың жанына батып, өзін қоярға жер таппай жүр. Бірақ амал не? Ішінен тынып жүрді. Арада 5 ай өтті. Демалыс күнісі еді. Үйде Шуақ анасы екеуі өздерінше шүйіркелесіп отыр еді. Кенеттен күбірлеген адамдардың дауысы әңгімелерін бұзып жіберді. Орнынан тұрып есікке жақындағаны сол еді. Нұрболдың үйі осы ма деп, үйге қарай беттеп келе жатқан ер адамның шошып кетті. Жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Иә, кіріңіз. Әкем үйде жоқ. Сыртқа шығып кетіп еді. Не бұйымтайыңыз бар? Бұйымтай болғанда былай, сіздерге 3 күн уақыт беріледі, үйді босатасыздар. Түсінбедім сізді. Не деп тұрсыз? Қайдағы босату? Не деп кеттіңіз өзі? Айналайын, несияларда аларсыңдар-ау, ал қайтаратын кезде жұмыстарыңыз болмайды. Қызықсыздар. Қолымда заңды құжаттарым бар деп көрсетіп, бір көшірмесін тастап кетіп қалды. Шуақ сол тұрған жерінде үнсіз тұрып қалды. Енді ішке кіріп, тез телефон алып, әкесіне хабарласуға кірісті. Бірақ анасының білмегенін қалап, сыртқа шығып сөйлесуді жөн көрді. Әкесіне қоңырау шалып, мән-жайды сұрап еді. 2 минутта алқынып жетіп келді. Шуақтың қолындағы қағазды көріп, оқып, шықты да үнсіз отырып қалды. Ал Шуақ үнсіз ішке кіріп, анасының көңілін алуға кірісті. Кім келді қызым деген Розаның жауабына сездірмеу үшін Шуақ бірден жай қателесіп кетіпті, қайтесіз деп қасына отыра қалды. Далада Нұрбол болса не істерін білмей, қалайша менің балам бұлай істеді екен деп жынды адамша ары-бері жүріп, бір қорап шылымды қалай шегіп тастағанды байқамайды қалды. Телефонын алып, ұлына қоңырау шалып еді. Телефоны өшірілу екен. Арман сол бой оралмады. Себебі енді айтар сылтауы жоқ. Бірақ өзінің кінәсін мойындау, кешірім сұрау деген ойына кіріп шықпады. Үй бетін көрмей қашып жүргене міне айдың жүзі болды. Ал ата-анасы үйінен айырылып, пәтер жағалап жүргенмен жұмысы жоқ. Бір бөлмелі пәтерде Шуақ ата-анасымен бірге тұрып жатты. Іші алай-дүлей болып жүрсе де сыр білдірмеді. Анасының дәрі-дәрмегіне ақша тауып беруінің өзі қиындап кетті. Роза болса мүлден сөйлеуден қалып, осындай баланы дүниеге әкелген үшін өзін іштей кінәлап жүрді. Тезірек өмірмен қош айтысам деген арманы болды. Ұлының өлсем өліме де келмесін деп Нұрболға ескерту жасап жүрді. Нұрбол болса не істерін білмей, ақылдастай істеген іс үшін өзін іштей жеп жүр. Сырттан барлығын бақылап жатқан Роза, мен өлсем, Шуақ өз теңін тапса қалай болар екен деп жарының күйіне де алаңдаулы еді. Күндер зымырап өтіп жатты. Таң атысымен Шуақ ұйқысынан тұрып, жұмысына шығар алдында, күндегі әдетінше анасын бір иіскеп жақындағанда шошып кетті. Себебі анасының жатысы бір түрлі ұнамады. Денесі тап-тысты еді. Әке деп айғай салды. Шырт ұйқыда жатқан Нұрбол не болғанын түсінбей атып тұрып жүгіріп келді. Қасына жақындағанда іші бәрін сезді. Шуақ, бәрі жақсы, алаңдама. Аллаға да жақсы адамдар керек қой деп жұбатты да, не істерін білмей, абырап, сасқалақтап, біресе есікке қарай, біресе қайта ішке қарай жүгіріп, не істеп жүрген өзі түсінбеді. Ал Шуақтың көзі шарасынан шығып, апа деп құшақтап айғайлай берді. Анасын жер қойнауына тапсырып, Шуақ бір түрлі күй кешіп, ештеңкеге зауқы соқпай жүреді. Тіпті жұмысына да бармады. Осы уақыт ішінде жанына жылу сыйлап, сырласы да, мұңдасы да болған. Анасы да енді жоқ. Нұрбол болса шарадай басы, шақшадай болып, тіпті не оларын да білмеді.
Арман болса анасының өмірден өткенін естіп келіп еді. Әкесі ләм деп аузын ашпастан бетінен шапалақпен тартып жіберіп қуып шықты. Өзінікін дұрыс болмады. Мынауын анамнан айырылдым ау деген сезімді де сезбетті. Әкесі ұрған кезде маған қол көтердің деп іштей ренжіп кетті де қалды. Нұрболдың енді бар уайымы Шуақ. Өзі теңін тауып кетсе, менің жағдайым не болады деп жүрді. Пәтер ақысы, ішіп жүрген асы, тіпті шылымында Шуақтың мойнында еді. Сол себепті де күнде жатса да тұрса да Алладан Розаның қасына апаруын тілейтін еді. Шуақтың жұмысқа бармай жүргені бір адамды ғана алаңдататын еді. Ол қанша уақыт болса да өз сырын білдіре алмай жүрген жасы үлкен, сыр бойдақ басысы еді. Не болса да Шуаққа көмек қолын созып, көңілін аулайын деп көп ойлана қоңырау шалды. Тұтқаның ар жағынан бастығының дауысын естігенде таң қалып қалды. Ертесіне жұмысқа шығуға уәде берді. Жұмысқа барғаны сол еді. Бастығы бірден бөлмесіне шақырды. Барлығы жақсы ма? Анаңнан айырылу оңай емес екен түсінем. Бірақ бір адам тіршілігін жасау керек деп жұбатуын қанша күн дайындалып жүріп әрең айтты. Шуақ болса үнсіз басын тегизеп қана отырды. Арада бір жыл өтті. Анасының жылын беріп, Шуақ енді ғана көңіл бөле бастады. Оның себебі, оның да көңілі сол күнде гүлін сыйлап жүрген бастығы Айболда да еді. Анасының жылын берген соң, Айбол кешкі асына шақырып бірден күте шаршадым. Енді маған жар боласың ба деп ұсынысын жасады. Шуақтың екі беті қызарып, бірақ жүрегі қалап тұрған жанға қалай жоқ десін? Бірақ ұсынысы бар екен бірден ескерді. Әкесіне және інісі Арманды тауып емдеуге еді. Тек Шуақтың жанында болған қалаған Айбол келсе кетті. Ертесіне Айбол барлық таныстарын салып жүріп, Арманды тауып, бірден емдеу орталығына жатқызып тастады да, Шуаққа жақ ашпады да. Айбол әкесі Нұрболды да өз фирмасына күзетші қылып орналастырды. Армандаған Шуаққа да қолы жетіп, екеуі ота құрды. Шуақ анда-санда інісін тапты ма, не болып жатыр деп сұрап жүрді. Бірақ Айбол жақ ашпады. Әлі хабар жоқ деп алдап жүрді. Оның да өз себебі болды. Аман есем емдетіп, аманда адам қылу боп мақсат еді ғой. Міне бүгін Арманның емделу орталығында жатқаны 2 айдан асқан еді. Ол барлық жаман әдетінен толық айырылмаса да жақсы жаққа қарай бет бұрған еді. Сол орталықта жатқанда бір мейірбике қызға сырттай көзі түсіп жүрді. Сол қыз жұмысқа түскен күні тіптен жуас, тәртіпті болып көріну үшін тырысып бақатын. Ал ол қыз оның бәрін байқап жүрді. Бірақ сыр білдірмеген сыңай танытып жүрді. Арада 5 ай өтті. Арманды толық айығып енді міне үйіне оралатынында сәт жетті. Осы аралықта мейірбике қыз екеуі бір-біріне бауыр басып та қалған. Бірі қимай қоштасып, қош айтысты. Арман келіп тұруға уәде етіп, далаға жиналып шыққаны сол еді. Бір дауыс елең еткізді. Жақсы бір машинаның терезесі ашылып отырып, деп салып алып жүйітке жөнелді. Арман сасқаннан қалай отырғанды сезбей қалды. Қайда бара жатырмыз? Сіз кімсіз деген сұрақ қойып еді. Тыныш отыр, қазір көресің деді де, Айбол жақ ашпай отыра берді. Бірақ сол күні Шуақтың туған күні еді. Соған тосын жасау үшін әбден әбергерге түсіп, дайындалып, көп ойланып, тапқан осы еді. Шуаққа: сен әкеңнің үйіне бара бер, мен қазір бір жұмыстарымды бітіріп барамын, кетіп қалған болатын. Шуақ болса іштей өкпелеп туған күнім ғой, құттықтамады да деп ашулы еді. Әкесінің үйіне барса, біраз түрлі азық түлік тұр екен. Әкесі болса соларды жайғастырып жатыр еді. Шуақты көріп қуанып кетті. Себебі жалғыздықтан әбден мезі болған еді. Шуақ: әкеліңіз, мен өзім бәрін жасаймын. Неге мұнша көп алғансыз дегенде, әкесінің жауабын естіп таң қалды. Жаңа ғана Айбол беріп жіберді деп, бір жігіт әкеп тастап кетті қызым. Шуақтың туған күні Нұрболдыңды да есінде жоқ еді. Не болса да жақсылап стол жасап, шай ішейік деп, Шуақ
дастархан жаюға кірісті. Әкесімен шай ішуге дастарханға отырғаны сол еді. Есігі ашылып, Айбол кіріп келді. Бір кезде артына қаралып тағы бір адамды шақырғандай болды. Шуақ кім болды екен деп мойын созып қарады да бірден Арман деп состиып қалды. Нұрболдың да қабағы түйіліп, сені кім шақырды? Кет деп айғайлап жіберді. Айбол болса, тоқтаңыздар, тұра тұрыңыздар, мұлаған құлақ ассаңыздар екен, бәрін түсіндіремін деп барлық оқиғаны баяндап берді. Арман енді түзу жолға түсті. Еш алаңдамаңыздар. Саған осы уақытқа дейін айтпағаным үшін кешір. Тек әкең екеуіңе тосын сый жасағым келіп еді деп Айбол ақталып жатты. Нұрбол мен Шуақ сеніңкіремей тұрды. Арман болса, әке, Шуақ, кешіріңіздерші мені. Мен ақмақ болыппын. Не істеймін? Тіпті өлтіремін десеңіз де қарсы келмеймін деп зерлеп отыра қалып жылады. Қыз бала ғой, қанша деген мен бауыры. Шуақ, тұра ғой деп басынан сипап құшақтап бірге жылады. Осы сәтті қанша күтіп еді ғой. Айбол болса, міне, сенің туған күніңде сыйлығым осы еді. Болғанына емес деп жүгіріп шығып қайта ішке бір құшақ гүлмен кірді. Қанша шуланса да бауыр еті бала ғой. Нұрбол Арманды құшақтағысы келсе де білдірместен қарап тұрды. Арман өзі келіп мойны асылғаны сол еді. Қатты қапсыра құшақтап, енді жібермеймін балам дегендей ұзақ тұрды. Болды енді, қояр емессіздер ғой. Қарным ашты. Жақсылап шай ішейік. Қане деп Айбол артынан күлкіге айналдырып жіберді. Барлығы дастархан басына отырып отырды. Таң атысымен Нұрбол жұмысына кетті. Ал Арман үйде ары-бері сенделіп жүрді. Бар ойы баяғы оңалту орталығын жағалап қайтсам ба, ғашығыммен бір жолықсам ба деген ой маза бермеді. Ақыры ойлана келіп, ғашығына қарай жол тартты. Ғашығына бір құшақ гүлмен қарсы алғысы келіп еді, оның қалтасында көк тиыны болмады. Әкесінен сұрауға дәті жетпеді. Тағы да жаман ойлап қалар деп оңалту орталығына алдында келді де ұзақ тұрды. Сол күні жұмысы көп болып, кеш жұмысынан шыққан Әлия Арманды көріп қуанып қалды. Жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Ұялыңқырап екі беті де қызарып кетті. Бірақ кеудесін бір қуаныш керіп бара жатты. Арман болса құшақтап алғысы келіп, бірақ бата алмады. Екеу біраз жолға дейін үнсіз бір-біріне анда-санда көз қиығымен ғана қарап келе жатты. Алияның үйіне жете бергенде Арман бар күшін жинақтап алып, қол аяғы қалтырап тұрып, аузынан сен маған ұнайсың деп әрең айтты. Мына сөзді естіген Алияның күткенде осы еді. Сенде деп ақырын айтты да үйіне қарай жүгіріп кіріп кетті. Нұрбол жұмыстан үйге келсе, Арман жоқ тағыды. Кетіп қалды ма деген жаман ой маза бермей, өзін қоярға жер таппай жүреді. Есіктен ашылған үні ести сала жүгіріп шықты. Арман, қайдан келдің? Қайда бардың деп сұрақтың астынан ала бастады. Әке, мен ғашықпын. Сол ғашығыма бардым деп. Қорықпаңыз енді, сізді тастамаймын. Жақын арада осы шаңыраққа келін әкелемін деп бір қуантып қойды. Нұрбол болса рас өтірігіне сене алмай басы қатты. Түн ортасында Арманға білдірмей Шуаққа қоңырау шалып, бар жайды баяндап, өзінің алаңдаулы екенін ескертті. Барлық әңгімені естіп жатқан Айбол бақылауға алтын болып Шуаққа уәде берді. Таң атысымен таныстарын салып жүріп, Айбол Арманның ізін андуды тапсырды. Барлығының мән жайын біліп, Шуақтың көңілі орнына түсті. Енді Арманға жұмыс тауып беруін сұрап жүріп, Арманды да жұмыс орналастырды. Жұмыстан шыға сала, Арман да ғашығына асығып, құстай ұшып жүрді. Нұрбол болса кей кездері Розаны сағынып ішінен, он ұлың болғанша осырақ шалым болсын деген осыдан шыққан екен ғой деп сыбырлап қоятын. Жұмыстан үйге келсе де, әйел адам болмаған соң үйде бір жылу, Шуақ жоқ сияқты көрінетін. Тамағын жасап алып, теледидарын қарап жатып, ұйықтап кететін. Арман болса бақыттан басы айналып қыдырып келіп, әкесін көріп,
жүрегі ауырып жүрді. Бір күні Арман Шуаққа барып отау құрғысы келетінін айтты. Шуақтың қуанышы қойнына сыймай тезірек тойдың өткен қалады. Арада 2 жыл өтті. Барлық қиындықтар уақыт еншісінде қалып, Нұрбол жұмысынан зейнетке шығып, ендігі жұмысы немересін бала бақшаға тасу еді. Келін келгелі үйге жылу келіп, немересі келгелі тіптен әрленіп кеткендей болды. Барлығы тату-тәтті өмір сүріп жатты. Тек осы қуаныштарының ортасында Розаның жоқтығы ғана барлығының қабырғаларын қайыстыратын еді. Нұрбол күні түні жатса да Розаға іштей рахметін айтудан жалықпайтын. Шуақты асырап алғанымызға шүкір. Ол болмаса қазір жағдайым қалай болар еді деп іштей күрсініп қоятын еді. Әңгіменің соңы.